7 мамыр отан қорғаушылар күні құтты болсын деген келеді. Елімізге береке, бақыт, жалпы даму және көк байрағымыздың көкте желбіреуіне, биіктей беруіне шын жүректен тілектеспін. Мейрамдарыңыз құтты болсын, ер азаматтар. Біздің елде жалпы әскерге бару туралы сөйлейтін болсақ, онда әскерге бару адамға өте маңызды дүние. Әсіресе ер азаматқа өте маңызды дүние. Неге? Өйткені әскер ата-анаңнан бөлек өзіңнің өмір сүруіңе, ол өмірдің арасында өмір сүруге үйренуге, таңертең 6-да тұрып, 45 секундта киінуге, кешкі 10-да жата қалған кезде ұйықтап қалуға, тәртіпке, ішкі тәртіпке, рухқа, шыдамдылыққа, сабырға, төзімге бәріне үйрететін ол әскер. Сондықтан әскерге барған баламен бармаған баланың түрі өзі көрініп тұрады кейде. Істеген жұмыстарынан, айтылған тапсырманы орындауынан әскерде я немесе жоқ мысалға. Сондықтан әскер деген ол денсаулыққа да өте пайдалы, тәртіпке де өте пайдалы, ертеңгі өмір сүруге де, адамдармен араласуға да, өздерінің тауып ұмтылуға да беретін күш қажыр-қайраты шексіз. Міндетті түрде әскерде тұрып, постыда автомат ұстап тұрып, сен уже 18 жасыңда автомат ұстап тұрасың постта. Оны ұстап тұрғаннан кейін жауапкершілік сезінесің, отан сүйгіштікті сезінесің, отаныңды одан әрі сүйетін боласың, одан әрі бағалайтын боласың. Яғни әскер осындай жан-жақты дүниенің бәріне үйретеді екен. Мен өзім әскерде болдым. Мен спец батальон дейді. Бізде арнайы батальонда болдым. Спортпен де айналыстық. Сол 2 жылда мен деген көп нәрсе үйреніп келдім. Осы күні мен өкінбек түгілі қуанам әскерге барғаныма. Өйткені ол маған өте көп нәрсе берді. Және де біздің отан қорғаушылар 7 мамыр күннен кейін келе жатқан 9 мамыр ол енді елдің есінде мәңгілік қалатын. Бүкіл өгіздегі мынау бүкіл одақтар бірігіп, бәрі бір отан болып тұрған кезде болған елдің, халықтың басына үлкен ауыртпашылық, бірақ онда да қажыр қайратпен, сабырмен, жаратқаннан күтетін үмітімізбен, отан сүйгіштігімізбен жеңіп шықтық оның бәрін. Енді біз жеңіп шыққан жоқпыз, біздің аталарымыз, біздің аналарымыз, тылда болғандарға да оңай болған жоқ, соғыста болғандарға тіпті қиын болды. Талай өлімге басын тіккендер, мысалға Талғат Бейгелдинов ағамызды өткенде тыңдап отыр. Таң қалдым, әрі қатты риза болдым. Ол кісі айтады, штурвалда мен ұшар кезде дейді, мынандай ілгіштерімді тағып жатып, ішімнен дұғалар оқитынмын дейді. Дұғалар кәдімгі аяттар, Бисмиллахир-рахманир-рахимнан бастап оқитынмын дейді. Содан кейін дейді, мінекей, ол кісі әлі күнге шейін Құдайға шүкір ғұмыры ұзақ болсын. Қандай үлгі адамдар мысалға. Осы күнге шейін ол кісілердің, осы отан соғысының ардагерлерінің бәріне басымды ие тұрып, құтты болсын деймін. 9 мамыр жеңіс күні әрқашанда жеңіске жеткізе берсін. Сол ардагерлеріміз ғұмыры мейлінше ұзақ болсын деп тілеймін шын жүрегімнен. Сондықтан бүкіл елімізге 9 мамыр құтты болсын, жеңіс күні құтты болсын. Бұл күнді біз ұмыта алмаймыз, ұмытуға тиісті емес бізде. Сондықтан бәріңізді құттықтай отырып, елімізге әрқашан жеңіс тілеймін, амандық тілеймін, тыныштық тілеймін, жақсылық тілеймін, құт береке, ырыс тілеймін. Құтты болсын.